Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен осындай таңғы асқа әрі дәмді, әрі өте пайдалы творогтан жасалатын сырники дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең бірінші қажет болатын зат, ол осындай өте құрғақ, майлылығы 5%-дан аспайтын творог қажет болады. Енді осының үстіне қантымызды және де тек қана жұмыртқаның сарысын, ванилин, одан кейін аздап қана тұз салып, барлығын жақсылап, алғашында осылай шанышқының көмегімен, одан кейін қолымызбен жақсылап мұжып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне қажетінше ұнымызды сеуіп, тағы да барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Осылай ұнмен араластырып болғаннан кейін қолға жабыспайтын, кез келген формаға кете беретін осындай масса шығады. Енді осыны астына аздап қана ұн сеуіп, біз сырникилерімізді жасайтын боламыз. Менің сырникимнің формалары осындай бір үлкен ас қасықтың жаңағы көлемінде алып, осылай шариктер жасаймын. Осындай формаларды пышақтың көмегімен, дәл осы видеодағыдай, немесе бокалдың көмегімен де жасауға болады. Егер сіз сырникиді алғаш жасап тұрған болсаңыз, қатты қалың емес, жұқалау етіп жасағаныңыз дұрыс болады. Арасы жақсы пісуі үшін. Қазір дайындауға азғантай мөлшерін дайындап қойдым сырникидің. Енді қалғанын осылай тақтайдың үстіне ұнды көбірек етіп сеуіп, қалған сырникилерді орналастырып, тоңазытқышқа қойып, қатырып қоямын. Кейінгі кезде де пайдалана беру үшін. Дәл осылай қатырып қойсаңыздар, таңғы асқа өте оңай алып дайындай беруге болады. Енді сковородкамыздың ішіне күнбағыс майын құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін осылай сырникимізді салып болғаннан кейін газдың астын жай қойып, міндетті түрде қақпағын жауып, жай отта 5-6 минуттай пісіретін боламыз. Екі бетін осылай қызарғанша жай отта пісіреміз, және де осы сковородканың қақпағын жауды ұмытпаңыздар. Егер біздің отымыз қатты жанып тұратын болса, сырникидің орталары шикі болып піспей қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде жай отта пісіріңіздер. Құрметті көрермендер, менің арнамның дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, міндетті түрде осы менің видеоларымды Instagram, WhatsApp, TikTok желілерінде өз достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де әр видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің сырникиміз дайын болды. Енді барлығын алып, тарелкаға саламыз. Дайын болған сырникилерімізді осылай малинамен және де үстіне бал сеуіп, әсемдеп, таңғы асқа ұсынсаңыздар, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де осы қатырылған малинаның рецептісі менің арнамда бар, қарап алсаңыз болады.